Баршаңызға қайырлы күн. Менің атым Зада. Бүгін духовкада тауық пен картофель дайындаймыз. Ең алдымен соус дайындап аламыз. Ол үшін горчица, чеснок, паприка, қызыл бұрыш, тұзды бір ыдысқа салып араластырып, үстіне сұйық май, кетчуп пен майонез, одан кейін соевый соусты құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тауықты жуып, тазалап, керек емес жерлерін кесіп алып тастап, іші сыртына біркелкі етіп, соусты жағып шығамыз. Одан кейін оны холодильникке немесе салқын жерге 5-6 сағатқа шығарып қоямыз. Енді картофельді тазалап, жуып, ортасынан бөліп, дәміне қарай кішкене тұз, паприка салып, 1 шай қасықтай сұйық май құйып, араластырып дайындап қоямыз. Енді табаның бетіне кішкене сұйық май жағып, ортасына тауық, жан-жағына картофельді салып, 180 градуста қызып тұрған духовкаға шамамен 1,5-2 сағатқа салып, тауықтың беті қызарса, астын үстіне қаратып, ол да біркелкі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын!